Гуманитарлық пәндер бойынша сабақтарда оқушылар ауқымды ақпараттармен көп жұмыс жасайды. Көлемді ақпараттарды талдау жұмыстарында графикалық органайзерлерді қолданудың тиімділігіне біз өз тәжірибемізде көз жеткіздік. Онлайн және офлайн сабақтарда бірдей қолдануға болатын органайзерлерді Creatly.com, Miro.com, Online Visual Paradigm.com платформаларынан табуға болады. Графикалық органайзерлер арқылы талдау дағдыларын оқушылар күнделікті сабақтарда, зерттеу жобаларында, сабақтан тыс іс-шараларда қолдана алады. Графикалық органайзерлер арқылы талдау дағдыларын қалыптастыру жұмыстары дәстүрлі оқыту форматы кезінде де кеңінен жүргізілді. Айталық, алдыңғы оқу жылында өткен мектепішілік пәнаралық байланыстар көрмесінде оқушылар қалыптастырылған дағдыларын қолдана алатындықтарын дәлелдей алды.